Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Ақбота. Бүгін езілмейтін, оңай дайындалатын тефтельдер дайындайтын боламыз. Керекті ингредиенттерді описание бөліміне жазып қойдым. Тартылған еттің үстіне ұсақтап туралған пияз және де шала пысқан күрішті саламыз. Дәміне қарай тұз, қалауыңызша әртүрлі бұрыштар қолдансаңыздар болады. Мен тәтті паприка бұрышы және қара бұрыш қолдандым. Үстіне бір дана жұмыртқаны салып, қолымызбен жақсылап араластырамыз. Бұл жерде маңызды болғаны ет қатты сулы болмау керек. Еттің мүмкіндігінше сөлін ағызып қолдансаңыздар, сіздерде тефтели оңай формаға келетін болады. Өзіңізге керекті мөлшерде еттен бөлшектер алып, алақанымызбен домалақтап, оны кейіннен құрғақ ұнның үстінде толықтай аунатып алатын боламыз. Яғни құрғақ ұн біздің тефтельдерімізге толықтай жабысу керек. Майды алдын ала қыздырып қоямыз. Майдың көлемі қатты көп болуы маңызды емес. Азғантай майды қыздырып қоямыз. Қызып тұрған майға тефтельдерді салып, толықтай араластырып, жан-жағы қызарғанша майда қуырып алатын боламыз. Тефтельдерді қуырған кезде біздің отымыз баяу болғаны дұрыс. Қатты отта тефтельдің сырты тез-ақ қызарып, ортасы дұрыс піспей қалады. Баяу отта асықпай тефтельдерімізді қуырып аламыз. Келесі жағына соус дайындайтын боламыз. Шамалы майға пиязды саламыз, қызарғанша қуырамыз, үстінен теркадан өткен сәбізді салып, тағы да араластырамыз. Сәбіз бен пияз толықтай өліп, жұмсауы керек. Сол кезде үстіне суды құятын боламыз. Суға мен томатный паста қостым. Қоспай қойсаңыздар да болады. Бірақ томатный паста ерекше дәм беретін болады біздің асымызға. Қуырылған пияз бен сәбіздің үстіне құйып, суды қайнатамыз. Қайнап бастаған кезде майға қуырған тефтельдерімізді салып, үстіне лавр жапырағын салып, баяу отта 20 минут пісіреміз. Бетін жауып қоямыз қазанның. Және де дәмін көріңіздер, шамалы аздау болса, қалауыңызша жайлап тұз қосуға болады. 20 минуттан кейін біздің тефтельдеріміз дайын болады. Көріп тұрғандарыңызда ешқандай езілмей, өте дәмді болып дайындалады. Жанына гарнирге мен макарон пісірдім. Қалауыңызша күріш, езілген картоп, немесе осылай макаронмен жасасаңыздар да болады. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде осы рецепт бойынша дайындап көріңіздер. Менің каналыма жазылып, комментарий қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар, достар.